Видео постим. Видео. Вот поставить сумку. Өзіңіз әбір жөніңізді айтасыз. Қайнар ауылдық бас маман Алғанбай Жазира Советбайқызы. Сәлеметсіздер ме? Барлық қатысушыларды тіркеуден өтінім сұраймын. Бүгін ашық жиналыс түрінде өтетін қоғамдық тыңдауда медициналық қалдықтарды зарарсыздандыруға арналған бұл стерилизаторын орнату жобасының ықтимал әсерлері туралы есеп бөлімі талқыланады. Тыңдаудың төрағасы мен боламын. Алғанбай Жазира Советбайқызы. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Қандай ұсыныстар айтасыздар? Жаныбек. Аклер Group компаниясы менеджері сол сіздер қарсы емессіздер ғой, иә? Қарсылық жоқ та, сіздермен бірауыздан қабылданды. Құрметті тыңдауға қатысушылар, келесі жұмыс регламент ұсынылады. Баяндаушылардың сөз сөйлеуі 15 минутқа дейін, баяндалады, талқылау 15 минутқа дейін. Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 10 минут. Қорытынды шығару 5 минут. Ұсынылған регламентпен кім келіседі? Дауыс берулеріңізді сұраймыз. Кім келіседі? Қарсы қалғандар қабылданады. Тыңдаудың қорытындысы бойынша, жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып, қоғамдық тыңдаудың хаттамасы жасалады. Олармен Алматы облысының табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы сайтында экопорталда танысуға болады. Қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын және баяндамашыға сөз беріледі. Баяндамашы Аманқұл Жансұлуқызы. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аманқұл Жансұлуқызы. Экогруп компаниясында эколог проектшілер жасаймын. Бүгінгі баяндама медициналық қалдықтарды зарарсыздандыруға арналған бұл стерилизаторын орнату жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша. Нысанның орналасқан жеріне келетін болсақ, ол нысанды келесі мекен-жай бойынша орналастыру қарастырылған. Қазақстан Республикасы Алматы облысы Талғар ауданы Қайнар ауылдық округі номер 227 жер учаскесі, кадастрлық номері 03051 225 796. Жер учаскесінің ауданы 1 гектар. Нысан өндірістік аймақта орналасқан, тұрғын аймақ алшақ. Ең жақын тұрғын елді мекен ол Еламан ауылы мекені, ол шығыс бағытта 1921 метр қашықтықта орналасқан. Ана жерде қарасаңыздар, расстояниесі көрсеткен, ол ең жақын орналасқан елді мекен болып табылады. Және бұл санитарлық нормаларды Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2022 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы ДСМ-2 бұйрығына сәйкес аталған нысан үшін санитарлық қорғау аймағының мөлшері 300 метр. Алаң су қорғау аймақтарына, санитариялық алшақтықтарға және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға кірмейді. Жаңағы бірінші адреске көрсетеміз. Осы жерде қарасаңыздар, қызыл круппен көрсетілген, это біздің санитарлық аймақ 300 метрмен есептелген. 300 метрдің аралығына бізде ешқандай ауыл, су, ешқандай нысандар, табиғи қорғалатын аймақтар көрсетілмеген. Ол жағы жаңағы санитарлық правилаларға сай келеді. Нысанның қысқаша сипаттамасына келетін болсақ, ол бастамашы Аклер Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоба шеңберінде Испанияда өндірілетін Антонио Матачана бұл стерилизаторын орнату көзделген. Қондырғы А, Б және В сыныптағы медициналық қалдықтарды қамыққан су буу мен қысым арқылы термиялық зарарсыздандыруға арналған. Температурасы 150 Цельсий градусқа дейінгі өңдеу процесі патогенді микроағзаларды, вирустар мен спора түзуші бактерияларды толық жояды. Стерилизациядан кейін қалдықтар эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпті болмайды және тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуы мүмкін. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы ДСМ 331 бұйрығымен бекітілген өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, пайдалану, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау және көму жөніндегі санитариялық эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларына сәйкес бұл технология медициналық қалдықтарды залалсыздандыру мен кәдеге жаратудың баламалы әдісі болып табылады. Стерилизациядан кейін қалдықтар қауіпсіз болып саналады, конструктауға жатады.
Пластикалық құрамдастар ұсақтау учаскесіне жіберіледі. Одан кейін қайта өңдеу пластмасса шикізатын өндіру үшін өткізіледі. Басқа қауіпсіз қалдықтар пресселіп, тұрмыстық қатты қалдықтар полигонына қауіпсіз көму үшін жіберіледі. Осылайша жоба қалдықтарды зарарсыздандырудан бастап қайта пайдалану мен қалдықтардың қалдығын жоюға дейінгі толық экологиялық қауіпсіз циклді қамтамасыз етеді. Антонио Матачананың бұл стерилизаторының мөлшертеріне келетін болсақ, оның ұзындығы 2,40 метр, ені 1 метр, биіктігі 2,20 метр. Қондырғының салмағы 1450 килограмм. Жылдық жұмыс уақыты 2920 сағат құрайды. Бір стерилизацияланатын қалдықтардың жалпы салмағы 200 тонна бір жылда. Камераның тереңдігі 1735 мм. Өлшем бірлігі келіңіз ба? Нұрлан? Жоқ мұнда Нұрлан. Стерилизация процесі герметикалық камерада химиялық реагенттерді қолданусыз жүргізіледі, яғни ешқандай шығарындылар болмайды. Стерилизатордың жұмысы барысында қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары жоқ, қондырғы тұйық циклде жұмыс істейді және атмосфераға эмиссия көздері жоқ. Бұл ауа ортасына нөлдік әсер мен экологиялық талаптарды сәйкестікті қамтамасыз етеді. Қоршаған ортаға әсеріне келетін болсақ, ең бірінші атмосфералық ауаға пайдалану кезінде нысанда бір ұйымдаспаған шығарындылар көзі бар. Ол стерилизациядан кейінгі пластикалық қалдықтарды ұсақтау, яғни дробление процесі кезінде пайда болады. Ұсақтау кезінде түзілетін майда дисперсті пластик шаны рұқсат етілген шекті мөлшерден аспайды. Герметикалық камерада жүргізілген стерилизация процесі химиялық реагенттерді қолдануды қажет етпейді. Бұл ауаға таратылатын ластаушы заттардың шығуына жол бермейді. Бұл жерде қарасаңыздар, бұл эра бойынша жасалған расчет. Жаңа сізге көрсеткен 300 метр біздің санитарный защитная зонамыз. Сол санитарный защитная зонаға дейінгі область воздействия бізде даже санитарный защитная зонаға жетпейді. Демек, оның қоршаған ортаға әсері өте төменгі көрсеткіш көрсетеді. Су ресурстарына келетін болсақ, ағынды сулардың төгілуі қарастырылмаған. Шаруашылық тұрмыстық ағынды сулар биотуалетке бағытталады және кейін арнайы ұйым арқылы шығарылады. Мысалы, су қорғау аймақтарынан тыс орналасқан жер үсті және жер асты суларына әсер етпейді. Судың тұтыну көлеміне келетін болсақ, құрылыс кезінде 0,01235 мың метр куб жылына, оның ішінде шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге 0,00195 мың метр куб жылына, суару және көгалдандыруға 0,004 мың метр куб жылына қолданылады. Пайдалану, яғни эксплуатация кезіне келетін болсақ, барлығы 0,1429 мың метр куб жылына қолданылады. Оның ішінде шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге 0,06896 мың метр куб жылына қолданылады, ал суару және көгалдандыруға 0,126 мың метр куб жылына су пайдаланылатын болады. Топырақ, флора және фаунаға әсеріне келетін болсақ, әсері аз және қайтымды. Ағаш, бұта өсімдіктері кесу жоспарланбаған. Учаскеде жануарлар дүниесінің ешқандай өкілдері жоқ. Нысан Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген аумақтарға әсер етпейді. Физикалық әсерлер шу, діріл және жылу сәулелену деңгейлері нормативтік талаптарға сәйкес келеді. Және санитариялық нормалардан аспайды. Қорытындыға келетін болсақ, Антонио Матачана бұл стерилизаторын орнату жобасын іске асыру Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 229 бабы бойынша қалдықтармен жұмыс істеу иерархиясының 3-ші деңгейіне, яғни қайта өңдеу және залалсыздандыруға сәйкес келеді. Осылайша жоба қалдықтарды өртеу ең аз қолайлы әдіс тәсілінен бас тартуға және экологиялық тұрғыдан тиімді ресурстарды үнемдейтін әдісті енгізуге мүмкіндік береді. Жобаның қоршаған ортаға әсері рұқсат етілген деңгейде және барлық көрсеткіштер Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтеріне сәйкес келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сонда қалдықтарды зарарсыздандыра ма? Медициналық қалдықтар зарарсыздандырады. Медициналық па? Ол жерде медициналық қалдықтардың ішінде де бұл стерилизаторда өзі стерилизатордың өзінде паспортында көрсетілген, ол паспортты біз проектта көрсеттік. Ол жерде өз қабылдауға болмайтын қалдықтардың перечні жазылған. Ол жерде адам организмі, қан деген ешқандай қалдықтарды қабылдамайды. Ол жерде көбінесе мата, бинт,
шприц, пластиктар, халаттар, сондай материалдар қабылдайды адам организмін, дәрілерді и бактерицидті лампаларды қабылдамайды. Это ол паспортта көрсетілген қабылдауға болмайды деп. Только стерилизацияға жататын қалдықтар тізімі көрсетілген, соларды ғана қабылдай алады. Және ол қабылдап жатқан қалдықтардың жылына 200 тоннасын ғана алуға болады бізге. Экология департаменті табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының ұсыныстары мен ескертулерін талқылауға көшеміз. Кімде қандай сұрақ туындады? Сіздерде сұрақтар болса. саламатсыздар ма? Алматы облысы бойынша экология департаментінен есімім Калиева Жансая болады. Сіздерге бірінші сұрақ. Сіздердің жобаларыңызда түтін газдарды тарату үшін қандай технологиялар қарастырылған? Бізде Яғни бар ма? Бізде проектта көрсетілген біздің қабылдап алып таңдалып отырған оборудование это стерилизатор. Стерилизаторда ешқандай газдар, түтіндер шықпайды, себебі ол жерде бумен стерилизация жасайды, ыстық пар арқылы вакууммен қосылып. Сондықтан бұл цикл зеленая технология қатарына жатады экологический кодекс бойынша, и ода ешқандай газдар, артық ауаға, суға шығарындылар жоқ. Ол жерде тек эксплуатация кезінде бір ғана шығарынды бар, ол дробление пластика кезінде пыль шығады, дробление болған кезде. А былай оборудованиенің өзінен ешқандай шығарындылар шықпайды. Бұл яғни осы жер учаскесінің яғни мақсатты арналуы қандай? Производственный объект. Производственный объект деп аталады сіздерде. Жаңа айтып жатыр, санитар-защитная зона 300 метр деп. Бізде табиғат қорғау мамандандырылған прокуратурасынан өтініш келіп түскен болатын. Сіздерден, яғни 220 метр ара қашықтықта балықтарға корм жасайтын, Aqua Alliance бар деп деген өтініш түсті. Соны қандай жауап бересіздер соны? Бізде жаңа экопортал бойынша бұл сұрақты алдық. Ол сұрақтың ішіне осылай жауап бердік. Бізде Қазақстан Республикасының ДСМ-2 деген приказ бар, санитарлық аймақтарды бекіту. Санитарлық аймақтарды бекітудің 42-ші статьясы бойынша, егер экологиялық кодекстің 329 статьясы бойынша, егер воздействие көп болмаса, сол воздействиеге байланысты санитарлық эпидемиологиялық зонаны біз жасап бекітіп алсақ болады, өзіміз қалағандай. Бізде стерилизатор жаңа көрсеткендей жабық камера, оның ішінде бумен, вакууммен стерилизация жасайтын болғаннан кейін ешқандай бізде шығарынды жоқ. Ешқандай шығарынды жоқ болғаннан кейін бізге максимум 500-100 метр ғана санитарная защитная зонаны көрсете аламыз. Сіз өзіңіз айтып отқандай Aqua Alliance'тың бізге ара қашықтығы 220 метр. Сондықтан ол біздің санитарная защитная зонамызға кірмейді. Aqua Alliance'тың өзінің санитарная защитная зонасына ол Aqua Alliance'тың өзі жауапты. Біздің компанияның санитарная защитная зонасына біз тағы да осы проектті экологиялық разрешение алғаннан кейін біз осы объектке санитарное заключение алу керек боламыз. ПДВ-ларды алып. Соны алған кезде біз предварительно расчетное санитарное заключение алдыңыздар ма? Жоқ, енді аламыз. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ол өздері жауап береді, өздерінің санитарный зонасына деп. Олар айтып тұр ғой, 300 метр олардың сызысы. Сіздердің расстояниясы 220, ол қайшылық келіп тұр ғой. Олардікіне келеді ғой, біздікіне келмейді, біздікіне 100 метр. Біздікі 100 метрға жетпейді олармен қашықтығымыз. Енді олардың айтуы бойынша, олардың зонасына сіздер кіріп тұрсыз, сіздердікіне олар инсинераторға 120 килограмм болған кезде. Сіз естімедім. Aqua Alliance'тың санитарный зонасы 300 метр. Сіздер олардікіне кіріп тұрсыздар ғой сонда? Біз олардікіне кіріп тұрған жоқпыз. Біздің санитарная защитная зона это 100 метр. Сіздердікі 100 метр, олардікі 300 метр ғой. Олар енді кіріп жатыр ғой, біз оларға кіріп жатқан жоқпыз. Олардың ответственности ғой, біздікі емес. И бізде бұл жерде инсинератор емес, түтін шығатын. Бізде стерилизатор, бізде ешқандай түтін шықпайды. Қоршаған ортаға, населениеға ешқандай выбор жоқ, поэтому бізге 150 метр алуға болады.
Жана өзүңүз айтып өттүңүз го, экопорталдан ол өтүнүчтөрдү алган Ответ болатынбыз деп. бердик. Иә, ответ Мгм. маған да қызық солардың жауаптары. Ошол жерде айтып өтө аласыз ба, кандай жауаптар бердиңиздер әр сұрақ бойынша? Сизге берген боюнча мен мына жерде демонстрация көрсетсем болады ма? Иә, әрине. Вот биздин слушание қазір өтіп жатқан. Вот вопрос предложение. Анау басқа слушание. Вот бірінші вопрос это несоблюдение санитарных требований к предприятию. Бұл жерде бізде әлі соғылмаған бұл объект. Соғылған объект бойынша бізде холодильник негізі холодильник это временное накопление керек по приказу. По стандарту тоже только на временное накопление. А бізде накопление болмайды, по приезду сразу это стерилизацияға кетеді. Сондықтан бізге То не есть склада для требуется? хранения не будет, да, у вас сразу будет уходить на Да, удаление? сразу. Незамедленно сразу алады да, стерилизация жасап тастайды. После этого олар А классқа жататын болады. А классқа жатқан кезде эпидемиологиялық қауіпсіз класс болып табылады. Мощность Келесі какая олардың будет у қойған вас? Например, требованиясы. кешіріңіз, вопрос такой, например, да, скажем, у вас уже стерилизация идет в вашей Нет, установке, и келіп қалса ше, ол кезде қайда тұрады олар? ол сол контейнердің ішінде тұрады. Контейнер бар ғой бізде. Хорошо. Больницаның выбростары, ішінде. Ау? контейнердің выбростарын қалай есептейсіздер? Қандай выброс болады, если это просто отходы больницадан келген? Ол өртеніп жатқан жоқ, просто тұр, одан ешқандай выброс болмайды. Ол өзінің КБУ больницадағылар бізге контейнер безопасной утилизации сары коробкада, либо қызыл шелекте, сары пакетпен өздері бізге береді. Солардың өзі бір контейнердің ішінде сақталып тұрады. И оны стерилизацияға жібереді. Объемдары қандай контейнерлардың? Это зависит от больниц. Кейбірі 10 литрмен береді, кейбірі 20 литрмен береді. Хорошо. Келесі сұрақтарға кете берсеңіз болады. Келесі олардың қойған требованиясы бізде холодильник камера бар, потом временное накопление болмайды, вентиляция нейрофильтрмен қарастырылады строительство кезінде. Потом бізде жазған помещениеде бактерицидный лампа, сол бытовой сол жақтағы операторларға бытовой бөлмелер киінетін уборочный инвентарь бәрі туралы жазылған. Оның бәрі бізде строительство кезінде оның бәрін жасаймыз. Потом сызы бойынша жаңа сіздің ответтеріңізге жауап бердім. Вот ДСМ бойынша 47-ші пунктпен біз өзімізге жасаймыз. И санитарный не бойынша аламыз деп. Новыдан. Тағы санитарный заключение алуымыз керек қой біз объектте жұмыс жасау үшін. Ол кезде біз өзіміздің расстоянияны не үшін сондай алғанымызды көрсетіп алатын боламыз. Потом біздің способты келмейді деп айтқан, потому что жазған встроенный модуль деструкции, там дробление, подставание, сол стерилизатордың ішінде болу керек деген. Ол сіз айтып тұрған стандарт, ескірген стандарт. Қазір 3822 2022 жылғы новый действующий стандарт бар. Ол жерде можно после и до. Біздікі после шредер бар, после стерилизации. После стерилизации бізде А класс болады, это неопасные отходы, там можно сортировать еткенде пластикті бөлек алады, там бинт қалғандарын можно прессовать етеді, ТБО-ға апарып өткізу үшін, а пластикті шредерден өткізеді. Осылайша оның пайдалану түрі деформация болады. Бізде 74-ші статья бойынша 331-ші приказда деформация болу керек деген нақты қойылған. Получается, біз 331-ші приказда, 96-ші приказда КРДСМ 2-де орындап тұрмыз. Бұл жерде бәрі законно, незаконно деген несіне жауап бердік, нарушениесіне. Келесі вопрос, это замечание по категория бойынша. Категорияда ол бірінші категорияға бізді жатқызған. Бірінші категорияда бізде бір күнде ол 200 тоннадан артық килограммды обработка жасайтын, отходтарды обработка жасайтын категориялар жатады. Біздің годовой объемымыз 200 тонна. Получается, біз бір күнде оншалықты объем алмаймыз. Вот 75 тонна деп тұр, 100 тонна деп тұр. Біздің это общий годовой объемымыз это 200 тонна.
И потом біз только обезвреживание жасаймыз. Дальше одан ары қарай переработку ешінші жасамаймыз. Поэтому біз екінші категорияға жатамыз. И екінші категория болғанда бізге кер алудың керек жоқ. Комплексный экологическое разрешение. Бізге только отчет о возможных воздействиях. Қазір өткізіп жатқанымыз отчет о возможных воздействиях. Бұл сұрақты сняли. Келесі вопрос. Ол жаңағы акваальянс бойынша жазылған 220 метрді. 220 метрді. Ол бойынша бізде жаңағыда айтқандай стерилизациядан ешқандай выброс шықпайды. И бізде ешқандай выброс болмағаннан кейін 150 метрді аламыз. 150 метр оларға 220 метрден аз болғаннан кейін біз олардың санитарно-защитный зонасына кірмейміз. Келесі вопрос. Счет фактура бойынша, купли-продажа бойынша біз оның бәрін осы отчетпен, протоколмен бірге жасаймыз. Оның бәрі бізде бар. Аклер групп Костанай экономикалық утилизациясын сатып алған. Осы вопростарға берілді, осы вопростың бәріне жауап берілді. Хорошо, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жителдер сіздерге жоқ па? Күтуші сұрақтар келсе, акиматтың представителі жоқ. Егер өткізушілер болмаса, барлық сұрақтарыңыз талқыланса, біз қорытынды жасауымыз керек. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес, кәсіпорын қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп, ұсынылған жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріліп, Алматы облысының табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы интернет ресурсында сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, экопорталда жарияланатын болады. Қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Табиғи ресурстардан мына жақта адам қатысып отыр ма? Я ол кісіге жібергенбіз. Табиғи ресурстан ешкім жоқ сияқты. Содан кейін авосты комитет өткізіп жатыр ғой. Комитеттен кім бар екен мына жерде? Вот біз барлық представительге хат жолдадық. Барлық комитет қатыспайды. Комитетке отчетты береміз. Олардың орнына это природный ресурсы қатысады. Природный ресурсыға зум ссылка жіберді, кіремін деді. Но ол кісі жоқ. Телефонға жауап бермейді. Жауап солардан болғандықтан сұрап жатқаным ғой. Олар қатыспады, но акимат осы местный органның екі қатысушы отыр ғой представитель. Местный органға жауап беретін. Жауап айтқан ғой, ол кісілер разрешение бермейді ғой, разрешение беретін ОПР ғой. Жақсы, ол хорошо. кісіге жібердім, қатыспады, бірақ телефон алмады. Все хорошо. Егер ешқандай сұрақ болмаса, қоғам тыңдауларды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.